Всем привет, с вами я Влада 4G. Кабиков. Қойеме Кабиков. Серега. Кабиков болғанда сен итің болған жақсы. Егорик. Бүгін бізде видеода достар. Долгожданный лайфхак. Дұрыс айтады, 7 ай болды ма лайфхак шықпағанда? Біраз болды. Біраз болды. 7 ай болды. Мен брачкам туылған кезде түсіріп. Соңғы рет неден мартта түсіргенбіз, концертке бардық қой. Еркес маған апамызбен концертіне Мартта 23 мартта түсіргенбіз. Одан кейін әлі түсірмедік достар. Енді түсірейін деп жатырмыз. Лайктарын басыңдар. Мен қасында Әлімжан. Лент. Одан Шәкәрім достар. И Али достар. Алексей. И Айтбек. Керек емес бұл. В общем, достар, мен деген лайфхактарды өткенде телеграм группама салдым достар. Опрос жібердім, қандай видео ұнады деп. И көбісін лайфхактарды басыпсыңдар. И мен сол үшін бұл лайфхак бүгін қайталап түсірейін деп жатырмын. Және де менде қазір бетгететі аз лайфхак. 6 ма, 7 ма ғана бар. И біз соларды тексеретін боламыз. Бірінші лайфхак куртка жандыру. Ішінен ветровка шығарып дейді. Болмады. Андай лайфхак бар еді ғой, керек емес адамдан қалай құтыламыз деген. Жігіттер адам болып келеді сияқты. Жігіттер елдегі. Q-style. Түркі. Ойнайды. Бір лайфхак бар достар. Нан кім тез тастайды деген. Алтауымыз. Коладан банан істейміз десің. Неғып бұндай болды. Жігіттер адам болып кетеді зәң. Коладан творог істейміз. Қазір коладан творог істейтін лайфхак бар бізде. Ондайды көріп пе енді? Қызық болып тұр ма? Вот кола мен сүтті араластырамыз и содан творог істейміз. Біз керек заттар сатып аламыз, зажигалка, маркер, андай. Я достар, лайктарымыз басамыз. Кән берші, Али. Андай, тиктоктан андай көрейін, еркекші ше. Бүйтіп тұрады да, короче. Қанша жағатын? Жоқ, бүйтіп тұрады. Еба! Бір лайфхак істедім да. Лайфхак істеді достар, бірақ өздерін қайталамаңдар бұндай лайфхакты. Ол апастың лайфхак екен, ә? Не ғой? Намен, бесконтактный ғой. Андай лайфхак білесіңдер ма? Вау! Бәріңе сәлем достар, қалайсыңдар, сендермен бірге мен Айшуақ. Ассалаумалейкум достар. Ей, йоу, сәлем достар, сіздермен бірге Айшуақ бүгін. Ютуб версия амандасшы. Ей, йоу, сәлем достар, сендермен бірге. Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге бүгін тағы да Мауле. Бәріңе сәлем достар. Ешек. Оператор болғанысың ау деймін. Көтті өзім басына. Маймыл болғанша дейді де. Компым немене 24. Қарандар мына, лайфхактар жазып қойын, аз. Не істейміз? Қандай лайфхактан бастаймыз? Так. Кивидан, лаймнан кола жасайық. Коладан торт жасайық дейді. Қошу. Әлі адам болып кететін сияқты. Банан қуырамыз біз бүгін. Банан қуырамыз. Тағы ролтымен біреу. Банан қуырсам, бананның еще өзін емес, банан сыртын қуырамыз. И сол кезде дәмі беконға ұқсайды дейді, бірақ мен бекон дәмін жеп көрмегенмін. Харам, осуждаю. Харам, осуждаю. Типа, маймылдан шошқа шығарамыз деген не ғой? Айшу. Иго көрші. Бізде же тағы бір лайфхак бар достар. Құдай ақ мұсыр дейді. Қараңдар. Жүзі. Көрдіңдер ма? Үйін жағы жүрсе. Үйде қайталамаңыз. Қайталамаңдар. Өте апасы лайфхактар. Так, оны бетик сасып кетті ғой. Бірінші лайфхактан басайық, маған ол үшін қағаз керек. Қандай ғой? Копия ғой, короче, канали дей білу. No way. В общем, роллтың атын сызса қосқанын қытайша сөздер шығады екен. Менде роллтың бар, маркер бар достар. Ролтын жабы алайықшы бірші. Так, мына достар, бізде роллтың. Болатын сияқты ма жіктер? Бәрі, неге қайқа келіп отыр бұлар? Не істеп отыр? Біз әдейі ролге кіріп отыр. Қолдыңдар ол. Образ. Ойын. Біз қағаш. Бастай. О, достар, лайфхак жұмыс жасайды екен, ә? Қараңдар, қытайша бір нәрселер шықты. жасап қалу керек.
Иә. Кімді ұстап сек көрейікші. Достар, қытайша сөздер шықты. Цинхон цина дейді. Ол не деген мағына береді? Қытайша кім сөйледі жігіттер? Цинхон цо деген не береді? Бұл лайфхак жасамайды деген мағынаны білдіреді. Видео алса. Менде, кстати, андай бір тағы бір лайфхак бар. Кімге тексереміз? Қолды кішкене төрт бір шығып қоямыз. Сосын? Сосын бұлайна суретке түсірем. Давай. Саған ба? Давай. Сосын Сосын салдан ішіне. Мә үйтіп үлкен емес. так, вспышка, қосамыз. Я согласен. Типа андай ма? Еба күйді ғой. Кетай көреміз, а? Жоқ. Лайфхак. Мен білем бұны. Әлім бергеш? Қара. Әлім. Короче, бір лайфхак бар да, қолыңды бояймыз кішкене. Сөйтіп? Андай, айтан. Айтан қолын көрсетші. Болмайды. Болады. Харам ол. Харам емес. Кішкене бояймыз. Келіп басын сосын, келіп келгеннен кейін істейсің. Екен білесің бір жалпы. Андай жыл болатын ма? Фонарик, просто фонарик қосшы. Болмады ма не? Фонарин қақ пара қос. Просто фонарик қос. Болмады ма не? Тоқтасай көрік та. Неге болмай жатыр? Сендер мен өлтірмексіңдер ма? QR код қойып аттақ қояды өші. Жама алаяқ білесіңдер, а? Айбай. Жазалды ма? Не ол? Не болды ал? Шпілі бұл. Берші. Кепсін. Ойбай телефонын ақтап жүргенім ше. Сендер адам болып көтетін сияқтысыңдар. Отыр ал, бәрін бір Екі қолын шешіп істеп көрші. Жоқ, Айбекке әсер етті. Дым болып жатқан жоқ па? Кішкене ғана. Не болды ал? Күйген шақырды. Бәсе әсер етпей ма? Фонарик қосшы, фонарикпен күйдіріс кәдімгі. Отырайық енді сен қолыңды күйдіріп. Максимальный Қоста, максимально қой да. Вот сол кезде реально істейді. Қой, рахмет. Бір сағаттан сондай Короче, қол жанып кеткен ба? Бұл достар андай екен. Өздерің қайталап көріңдер. Айтбектің қолына мысалы маған тағы да бір түсіріп көрсек, Қараңдар. Айтбекке бұл тағы да әсер етеді. Қараңдар. Бұл, наверное, андай ау деймін. Кейбіреулеріне әсер етеді, кейбіреулеріне әсер етпейді, сондай бір нәрсе ау деймін. Құдай ақшымен әсер етті. Еркекші шыдамсызсың ба? В общем, өздерің қайталап көріңдер қандай екенін. Бұны айтып түсіндіре алмаймын, андай болады, в общем. Тоғыр қандай болады, и қолың күйе ма? Сондай бір нәрсе. Қансаған секундта. Жоқ, сендерге істеп қойдық қойшы. Біз бағанағы зажигалканы не үшін сатып алды деп ойлайсыңдар, достар. Істеп кеткендерін қара, ешек та ешек. Жинайсыңдар өздерің осындай. В общем, мынаны былайынан бүйтіп ручканы сызсақ, лайфхак бойынша. Бұны біз зажигалкамен өшіре алады екенбіз. Дұрыс па? Қой? Қалай ойлайсыңдар? Я. Насетіне істесе сол кезде өшеді. Қалай ойлайсыңдар? Өше ма, өшпей ма? Өшпейді. Өшпейді деп ойлайсыңдар ма? Көрейік ал. Қолым жеп болды. Жоқ, достар, өтірік екен. Бұл лайфхакта өтірік сенбеңдер. В общем, лайфхак тексеретін болсаңдар, тек бізге сендер, достар. Біз алдамай четкіге өткізіп береміз. Мауленің ешқандай қатысы жоқ. Сендер бәрін жақсы көретін Маулен өзі. Андай, Маулен скатился, короче. Қызған емес ма? Дым тексеріп жатқан жоқ. Қатысы жоқ та мұны. Біз үш лайфхак тексеріп тастадық. Алтақ лайфхак. Кетпеді ма не? Кетпеді. Маркерден істемейді ма оны? Қысқасын айтқанда жігіттер, бергендер, қараңдар. Лайфхак мына. Не то чтобы эксперимент, конечно. Я так делал в конце 80-х. В нашей стране тогда первый раз появилась пепси-кола. На тот момент я делал вид, что хожу в школу. Но ходить я туда не хотел, потому что там скучно и постоянно хочется жрать. В общем, таскали мы со школьной столовой молоко и перемешивали его с пепси-колой. У нас получался вот такой офигенный сладкий пепси-кольный творог. Короче, эксперимент. Не шығады деді? Творог па? Короче, коладан творог. Бірінші кола. Шығатын сияқты ма? Шығатын сияқты, бірақ оны ұзақ күту. Қоқ қоя саламыз, оған дейін покажи екінші лайфхак істейміз. Давай. Бізде сүт бар, в общем. Кеттік сүтімізді құяйық. Бұл жетіп қалар сүтін Жетіп қалар. Енді кола. Тоқта. Жүрші, раковинаға кеш, төгілетке тасу керек. О, жынды, сұрақ болдың ғой. Болды, жетеді. Асын түрде сайтарып қойын. Біздің қазақский сүт қой бұл. Қолдың сүті. Дәл қазір осы тұрғанда кім ішіп көреді?
Купе ма? Мөршем. Баш и тәмін өкіт. Кім ішіп көреді? Мөршем. Не ашам? Не? Кола мен сүт. Ой ба. Ай бе! Конкретно сульба стикта. Кемдер сүліба? Жоқ, кешпеймін. Сүліба? Я против. Қалай против? Кет, мауқан му? Бүкіліміз. Иіске қара. Иісін қара. Кемдер сүліба? Жоқ, бір қасық ашын, бір қасық бұна. Бұлайнан бейт қоқет, бір қасық алып ішеміз. Бисмилля деп іш. Жұма емес қой бүгін. Самолет беріп иісі достар, еға. Кемдер сүліба сик? Кәдімгі газированный сүт сияқты. Я алдын беріп ма? Есін тәңгеге татуа. Неме, исін. Үйде дәм басқа дәм. Иісі сондай бар. Ой, иісі қалды дәм нормально. Кола емес, сүт қой. Не так кола емес қой. Лайфхак достар жасамайды. Либо сүттердің андай несі болады. Проценті болады сүттердің. Сондай бір қою бір процент андай сүт болу керек. Магазин, но біз қолын түсті. Либо жасамайды лайфхак. Не ашқан сүт болу керек. Иә, либо ашқан сүт болу керек. Сұрау көп біткен андай. Өте шығып біткенше. Бұл лайфхак достар тексеріп көріңдер өздеріне, бірақ жасамай. Ана ішіп көрдіңдер ма? Ішіп көрдің ба? Ішіп көрдің? Сенше? Кәдім өткендегі не сияқты? Мүлкіз ба? Теп ақсайды соған. Ішіп қара. Кола емес. Жа, нормально. Жоқ, Өшін бұл лайфхак. қазір толық қайналматыр. Үйіңде андай бар ма? Капучино деп. Біздің келесі лайфхагымыз достар, банан қуырамыз. Банан қуырған кімді көрдіңдер? Бұны қалай қуырасың? Еттің дәмін шығармады сонда. Иә, типа беконның дәмі шығады деп жазылған, бірақ біз осылай ешкім бекон дәмін білмейміз. Тек чипсқа ғана білеміз. Иә, чипсидің бекон дәмін білеміз. Жетілген маймылдар банан қуырады дейді. Адамдар жетіліп ет қуырған. Ал біз банан қуырамыз дейді. Маймыл қуырмаса өткен. Адам өкілетті. Құдай үшін кетті шайын жатыр, құдай үшін. Есін что достар, бұл лайфхактардың көбісі мен телеграмнан бағана айтқандай телеграмға жіберген болатын, пост қылып лайфхак жіберіңдер деп, соған комментарийға жіберген подписчиктер. Если сендерде ссылкасы описаниеде тұрады, телеграм сендерде кіріп, сояққа өздерінің идеяларын жазсаңдар болады. Лайфхаков про бананы. В ТикТоке зафорсился рецепт бекона из бананов. Вы просто берете кожуру, очищаете ее от лишней мякоти, добавляете соевый соус, соль, перец, разные приправы, жарите, и получается вкус как у бекона. Қалай ойлайсыңдар? Бекон деген шошқан ет емес па? Иә. Мен сөйтіп те ойлаймын. Просто бекон дәм емес, приправалардың әсерінен сондай бір дәм шығатын сияқты. Ашқанын жейін. Түсіндер ма? Түсінде бір-екі торларға берейік та. Достар жей алмайды ғой. Дейсің ба? Банан өзін қуырамыз ол. Банан сыртын қуырамыз, қабығын қуырамыз. Тазаласай. Тазалау керек. Тазалау керек. Ашпай тұр. Жетілген маймылдардың бағана. Короче, қасықпен ішіндегілерін алып тастайсыңдар, мен пока что соевый соус ала берейін. Болмаса жаңағы тілік істейік айшу. Бір неге пакет кестеш Лайфхак ше, жаңағы кім бірінші істейік деген айшу. Соевый соусты сұрау өтпей ма? Өтпейді. Таптың ба? Айттың ғой жетілген маймыл. Соевый соус, иә. Соевый соус и красный перец па бір нәрсе қосып салайық сондай. Это мой район. Олар шаршады. Негізі Мамда істеді ғой мені? Сен кет қапсың. Сағат қараңдар. Сағат 6:30 болды. Негізі бұл видеоны біз деген бірде ма примерно сондай кезде бастауымыз керек еді. Біз қалаға бардық, киім алдық, үйттік, бүйттік, короче, бәріміз шаршап келіп тұрмыз, если что, мән бермеңдер, ә? Бірақ Әлімжан қазір контент істейді ғой. Мен оның жарында шықтым, ең бірінші шықтым. Бастап. Қолың жуылмаған, осылай өбіш. Жуылған. Искіп көрдің ма? Мен ол иіс алайын. Соевый соус. Фуй, не білдім. Сонымен араластырмай қойып та. Давай. Нормально ма? Нормально. Не отырым ма? Слишком көп қойып. А что болады қазір?
Бананнан ет жасап атырық достар. Йо, нені паприка? Кім дейді бірінші? Сізде бұны жасап жейтін адам жоқ шығар еді? Әлім жөнге желание. Араластырамыз. Араластырамыз. Қолмен араластырсай. Ашу, қолмен араластырсай. Анан, ато дұрыс нестен. Бұнқасы қуырамыз ба? Қолмен істен шпашмен. Бұны үшін қурамыз ба? Алттан 35-ке бөділін қоппағын ма? Мен жейм. Аулен жейм. Баклажан қойып жатыр. Маука, сразу знаю. Вдвойне өлесің сразу. Ортасындағысын жейм, ортасындағысын. Ашын айтам. Жын мас қол күтсей. Бар ма? Кел. Анда бір соғыстар бар ма? Ой. Бір соғыс бар ма? Тоқта, маука, тоқта. Ешкім жемейтін бір соғыс бар. Соны сендер жеп кетесіздер. О, зор соғыс қоғызындар ма? Соғыс лесі. Али, қош. Ана тамақ жейтін Тема ғой дәмі. істей салса бір рет болды ғой. Маулен. Жеткілмеген жерім жейм да. Беконды бісміллә деп жемейді. Ол саған бекон емес, банан ғой. Қалай екен дәмі? Чипсы деп жей. Жақсы. Алдай береді, жесін деп алдап отыр. Жемеймін бар. Мен жемеге кетейік дейіп бір. Дәмін көрейік достар. Қызық екен ше. Жетілген маймылдар ғой. Киттің дәмі шығады ашын. Ашық кектің дәмі. Аған жешін. Ба, не істеп отырсың? Мен саған неғып ақша төлеп отырмын ба? Қалай жосыңдар ана, да? Мына мен запить етіп жүрсің, запивать етіп Жалға жүрсің. күйіп Дәманды басқаша ғой, а? Мынау күймеген жері зор. Кәдімгі тамақ сияқты ғой дәмі. Күймеген жері. В общем, бұл лайфхак дұрыстап істесем мүмкін істеуі мүмкін бұл. Біз Ей, ең шілей бекон дәм білмей жүрсің. Так, енді жұмыртқаны таза қылып ашу дейді. Ол үшін ол жұмыртқаны одан бірінші менде бір идея бар. Бутылкаға тесік істейміз, короче. Қазір маған тесеміз, одан кейін өшірші камера. Өшірші камера. Бұның крышкасын ашқан кезде су ағат тесіктеден, жаққан кезде су ағат. Конечно, оны 5 жасар бала білетін нәрсе ғой. физика қойған. Қой деп тұра көр. Осылар өлтіріп алдым ба? Шарса енді. Көшім, егер сендерді біреу осылай пышақтап кетсе, ешқашан пышақты суырып алмаңыздар. Себебі бұлай қанда Енді кішкәз. қара. Әні? Достар, Қолым жуасам болады. қанда крышкасын жапсам, су қайттан жауып қалады. Мадысы өтті ма? Маза жоқ та? 5 жасар балалар? Жоқ, в общем, нормально. Бұл лайфхак жасайды негізі. Мынаны қараңдар. Фок еткізесің. Су ағып тұр. Мынаны жабамыз. Су қайттан ақпайды. Бұлай тұрсақ та ақпайды, да? Лайфхак жасайды екен. Молодец. Физика екен ғой бұл достар, физика. Физика деген жақсы екен. Алиса, как вежливо сказать друзьям, чтобы они ушли из дома? Оператором тоже? Алиса Джон, ты меня узнаешь? Алиса Джон? Алиса, они не хотят уйти из моего дома. Что делать? Как зовут ваших друзей? Маулен, Айтбек. Ал ендеше достар, біз жалғастырамыз лайфхактарды. Демейміз, да? Олай да бұны. Творк болмады ма әлі? Точно барған соң що атырап жеңге отырды да. Қарындарын тойды ма? В общем, екі лайфхак қалды. Біреу спичканы сыртын өртеу. Спичканың сыртын? Иә. Аласында ше? Қолында. Молен қол жанып кетті. Істеді ма? Ну точно со смоласын алдың ба? Сен байдай шек қарын алдың. Сол салдыр ау. Маймен араласып кетті оны. Негіз достар, бұл лайфхак жасайды, бірақ ешқандай пайдасы жоқ лайфхак. Сендерге шәкәрімге қоятын бір сұрағым бар. Қаншасың қаншада сен шәкәрім? 16-та. Сен егер осыдан
7 жыл бұрын туылғанда жазып. Жетте болады деймін. Маған қою керек еді оны. Сен теттексіңдер ма? Логический сұрақ. Сен Әлім жасың 16-та ғой, камерам кішқан. Әлімжан, қазанның орысшасы қандай? Қазанның орысшасы. Мен орысша білмеймін. Жоқ енді, мысалға. Мынау суда, орысшасы вода. Жоқ, қазан синонимі қандай, қай смыслда айтып тұрсың сен? Жоқ, оның тамақ істейтін айдама. Тура переводы бар орысша. Екі варианты бар. Екі варианты бар. Қандай? Казан. Сосын? Октябрь. Екі вариант. Ой. Октябрь. Ертең ғой. Ноябрьдің қазақшасы қалай? Айлар білмейді. Ноябрьдің қазақшасын білмейді. Қараша. Қазақстанда тұр, Қазақстан. О, воскресеньясы қашан? Дерін істеп жатыр әйтеуір. Не істе? Әні. Аузына қолын сала берді ғой. Алдыңғы видеода біздің қалай танысқанымыз жайлы айтып кетеміз деп едік қой. Оле, есіңде ма? Қай видеода ол? Алдын бір біраз болды. Чипсы жеген видеода ма? Ол кезде қос қойған ғой. Чипсы жеген видеода айтты ғой. Олен, Али. Біз бірден доғлашық. Короче, наяқа қой та Айшо. Мен, Маулен, Әлімжан бар. Сол кішкентай кезімде суретіміз бар. Сен жоқсың ғой. Біз осы төртеуміз бір садикте оқыдық. И қанша бір мектепте оқыдық та, сосын қазір әртүрлі мектепке ауысып кетті. Сосын Шәкәріммен баяғыдан кішкентайымыздан таныс, біз Айтбекпен баяғыдан таныспыз. Бір жыл болған. Асырап алдық. Кеше сторисқа салдық. Асырап алдық. Таныспаған. Қара, тоқташы. Айзері хейт етіп жатыр ғой бізде, еба жігіттер. Қыз басын. Соны айтамын ғой, еба. Қыз емес па. Көркен бір нәрсе. Әлімжан краш дейді ғой. Әлім краш дейм, а? Дамина не даст, Дамина. Всем привет, друзья, с вами Влада 4. Осыныстар, осы жерден видеоны аяқтаймыз. Бізде бүгін 5-ақ лайфхак жасадық, ә? 5 лайфхак жасадық. Просто комментарийға сендер көп лайфхак жібермеңдер, аз-ақ лайфхак жіберіңдер, сол үшін біз аз лайфхак істеп қалдық. Если что, келесіде тағы да лайфхак түсіретін болып жатсақ, достар, өте көп лайфхактарын жіберіп тастадыңдар, біз деген міндетті түрде жасаймыз, достар. Осымен видеоны аяқтаймыз енді. Мен қасында болған мен, Айтбек, Әлімжан, Алинұр, Шәкәрім, достар, и бізде Моленский. Ал, достар, давайте.